Жамбыл облысы Меркі ауданы Ақкөл Қосанұлы атындағы номер 18-ші жалпы білім беретін тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әбдиева Айман Әмірқұлова. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы табиғатты аялайық. Мақсатымыз оқушылардың қоршаған ортаға деген махаббат құндылықтары жайлы түсініктерін кеңейту, шығармашылық қабілеттерін, жақсылық жасай білу, іскерліктерін, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін жеткізе білуге дағдыландыру, табиғатты қорғауға, елін жерін сүюге, мейірімділікке, ізгілікке тәрбиелеу, экологиялық тәрбие беру, табиғат анаға сүйіспеншілікпен қарауға жетелеу. Көрнекті құралдар, интерактивті тақтаға әзірленген слайдтар, табиғат туралы жұмбақтар. Ұйымдастыру кезеңі. Сұлу дала менің сүйген еркемсің, жаны жайсаң жаратылған еркемсің. Қандай жақсы қазақ болып туғаным, туған жер тамашасың, көркемсің. Кең дала көркемсің, сонау жатқан жібектей жасыл шөппен бетін жапқан. Асқар тау айдың шалқар көл мен өзен, әне сол анам еді мені тапқан. Ойласаң табиғатпен адам егіз, жылдан сол мезгілінен өзген емес. Табиғатсыз қоғам жоқ болған емес, ал қоғамсыз табиғаттың өзі де өлі. Табиғаттың бауырысың, досысың, аянбауда керек шығар дос үшін. Екеуіңнің арандағы байланыс өмір бақи үзілмесін қосылсын. Ал енді балалар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың басты мақсаты, бүгін біз балалар сендермен бірге қоршаған ортаға деген махаббат құндылықтары жайлы түсінігімізді кеңейтеміз. Табиғатты сүюді, қорғауды, табиғат анаға сүйіспеншілікпен қарауды үйренеміз. Біз бүгін табиғатпен сырласамыз, оны түсінуге тырысамыз. Біз бүгін табиғат анадан мейірімділікті үйренеміз. Табиғат адамзаттың жалпы тіршілік атаулы ежелден өмір сүріп келе жатқан ортасы, алтын бесігі. Табиғат сұлулықтың таусылмас көзі. Ендеше біз бүгінгі сабағымызды табиғатпен амандасудан бастайық. Барлығымыз орнымыздан тұрып, мына өлең жолдарын бірге айтайық. Қайырлы күн, күнім, далам, орманым, қайырлы күн, гүлім, құсым, көлдерім, қайырлы күн, өсімдіктер, жәндіктер, қайырлы күн, бар тіршілік иесі. Тамаша балалар. Балалар, жалпы табиғат дегеніміз не? Оларға нелер жатады? Тамаша, әрине, ауа, су, өсімдіктер, және жануарлар, балықтар, құстар, мұның барлығы табиғатқа жатады екен. Ал ендеше балалар, біз бірінші аялдамамызда тіршілік атаулының бар арманы ауа деп аталады. Табиғат байлықтарының ішіндегі тіршілік атаулының өмір өзегі ауа. Тіршіліктен не дейсің ғой ең қымбат? Тіршіліктен адам қымбат, сен қымбат. Ал адамға ауа қымбат, бәрінен ауа қымбат, алатұғын дем қымбат. Иә балалар, ауасыз өмірді елестету мүмкін емес. Ауаны ластамау әрқайсымыздың борышымыз. Ал тіршілікті сусыз елестету мүмкін бе? Қалай ойлайсыңдар? Ал ендеше екінші аялдамамыз тіршілік көзі су деп аталады екен. Судың қаншалықты маңызы бар екені бірге білейікші. Табиғаттың көркін ажарландырып, жер бетін саялы баққа айналдыратын байлық көзі су. Судың да сұрауы бар деп дана халқымыз бекер айтпаған. Ойлау керек, арала жайын, ел жайын, пәк табиғат тозып жатыр жыл сайын. Өзіміздің асыраушы табиғаттай ананы азаматтық аныңменен аялауға тұрдайын. Қазақстан Республикасында мол сұлу өзендер, көлдер, теңіздер бар. Осы мол суды өлшеусіз, есепсіз пайдалану суды азаюына әкеліп соғады екен балалар. Сонымен су табиғаттың жаны, қара жердің сәні дедік. Ал табиғаттың әдемілікке бөліп тұратын ол не? Иә, тамаша, табиғатты әдемілікке бояп тұратын ол өсімдіктер. Келесі біздің үшінші аялдамамыз табиғат байлығы өсімдіктер деп аталады. Табиғат байлығының бір тобы жер бетіндегі әдемі өсімдіктер. Олар туралы не айталады екенбіз? Өсімдіктер, ағаштар табиғатымызды түрлендіріп тұрған түкті кілемдер сияқты. Халқымыз өсімдіктерді өмір өзегі деп алып, одан қамқорлығын,
еш аямаған. Әкеңнен мал қалғанша тал қалсын деген көрнекті сөздердің бірі бар. Көзін ашып бақ өсір бұлағына, айналсын құтты қоныс тұрағына. Жайқалсын өлкемізде саялы бақ, бөленіп күннің нұрлы шуағына. Расында да, өлкемізді саялы баққа айналдыру әрқайсымыздың қолымыздан келеді екен балалар. Ал сол әдемі табиғатымызды әсем әнге бөліп тұратын нелер? Тамаша, құстар. Олай болса, келесі біздің аялдамамыз орман сәні құстары деп аталады екен. Бұл туралы не айтылады екен? Табиғаттың сәні де, әні де, қалықтай ұшқан құстар, олардың әсем әндері бойымызды балқытып, еріксіз еліктіреді. Олар біздің қанатты достарымыз, олар табиғат сақшылары, егістіктің бау-бақшаның сенімді серігі. Сондықтан ата-бабамыз құстарды қадірлеп құрметтеген. Олар батыр ұлдарын сұңқарға, сұлу қыздарын аққуға теңеген екен. Сонымен қатар балалар, қазақтар құстарға қарап ауа райын да болжай алған екен. Құс жүнін үрпітсе, жаңбыр жауады, ауа райы өзгереді, сары шымшық ысқырса, шынымен күз болғаны, қарға қарқылдаса, қар жауады, жыл құсы қаптап кетсе, көктем ерте келеді. Көкке қатты әрі жел шақырса, күн жылыйды, сауысқан шақылдаса, қонақ келеді. Ерте көктемде қарға суға шомылса, күн жылыйды деген екен. Я балалар, айтсақ әніміз, ардақтасақ сәніміз, табиғаттың көрікті құстарды қорғау әрқайсымыздың парызымыз. Құстарды табиғаттың әні десек, табиғаттың сәнін келтіретін тағы да нелер бар екен? Олар жануарлар екен. Ендеше келесі біздің аялдамамыз табиғаттың сұлу мүсіні жануарлар деп аталады. Табиғаттың сұлу мүсіні көркін келтіретін жануарлар. Халқымыз ежелден-ақ жануарларын көзін қарашығындай алып, қамқорлыққа алған. Көздері мөлдіреп тұрған қыздарын ботагөз деп атаған. Бүгінде орманның сәнін келтіретін жан-жануарларын азайып келеді. Ал азайған жан-жануарларды қызыл кітапқа енгізеді екен. Өте жақсы балалар. Біз табиғаттың тамаша туындыларына саяхат жасадық. Табиғат ана ішін бар қажетіне жаратсын деп мөлдір суын беріпті. Ғажайып жасыл әлем сыйлапты. Орман тоғай әдемі болсын деп құсымен әдемі аңдарын беріпті. Қысқасы, біз өмірге қажеттінің барлығын табиғат анадан алып отыр екенбіз. Ал қандай мейірімді, өзі қандай дархан кең болса, жүрегі де дәл сондай қайырымдылыққа, мейірімділікке толы екен біздің табиғаттың. Енді келесі балалар, жұмбақты шешуге берейік. Сатайын десем, ауыр кілем, сатпайын десем, тәуір кілем. Бұл не болуы мүмкін балалар? Жер өте тамаша. Келесі жұмбағымыз. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Әлемге нұрын шашатын не бізде? Күн, тамаша. Келесі біздің жұмбағымыз. Дектейді, зырлайды, артқа мойын бұрмайды. Бұл өзен екен. Бәрекелді, біз жұмбақтың барлығын шештік. Ал енді балалар, бүгінгі тәрбие сағатымызды қорыта келе, табиғат бүкіл тіршілік атауының алтын ұясы және аялы бесігі, құтты қонысы мен өнер мекені. Табиғат адамға қажет, баға жетпес байлық, ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі. Сондықтан халқымыз табиғат адамзаттың өмір нәрі, қажеттінің табарлығын бәрі сонда деп тәріптеген. Табиғат адам бойында адамгершілік, абзал қасиеттерді қалыптастыратын ұлағатты ұстаз. Табиғат адам өмірінің барлық қажеттілігін толық өтей алу үшін ол міндетті түрде ештеңкемен былғамай уламауымыз тиіс екен. Адам өзінен де табиғаттан да досы, сансыз іс әрекет жасаса, жауы бола алады. Адам баласы табиғаттың ең ұлы перзенті болумен бірге ең ұлы қамқоршысы екенін біз ешқашанда ұмытпауымыз керек. Табиғат адам бойында шабыт, көңіліне қуат, сезіміне сұлулық пен сағыныш ұялатады. Адам бойында адамгершілік қасиеттерді қалыптастыратын мол тәрбие көзі. Адам табиғатқа мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қарап, үйлесімділікпен сақталса, адамзат баласы үшін табиғат кең сарай, мәңгі тоспас құтты қоныс болатынын ешқашан ұмытпауымыз керек. Бүгінгі тәрбие сағатымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар, назарларыңызға рахмет.